Ең алғашқы көлікті ойлап тапқан қазақтар. Ол көлік қаңқа, қаңқалы деп аталды. Осы жайлы білгіңіз келсе, арнама тіркеліп алыңыз. Бүгін қаңлылардың жасампаздығы туралы айтқым келеді. Қазақ тайпасының ең ескісі ғұндар, үйсіндер, қаңлылар болып саналады. Қаңлылар қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысы, Шыршық, Арыс, Бадам өлкелерінде мекендейді. Қазанғап ақын жазған Еңсегей атты тарихи шығармада қаңқа, қаңқалы арбасы туралы мағлұмат бар. Еңсегей атты тарихи жырда былай делінеді: бірде қырдағы елдің басшысы қайтыс болып, жұрт басшысыз қалып, қатты дағдарады. Сонда дүбіннің анасы самсаған сары қолдың алдына шығып, талабы бар ерлер сағымға садақ тартсын. Кімнің садағы сағымға тоқтаса, соны бас көтеріңдер дейді. Халық осы ақылды құптайды. Талабы бар ерлер сағымға садақ тартады. Алайда еш қайсының садағы сағымға тоқтамайды. Сонда дүбіннің анасы ойланып, менің дүбін деген мерген ұлым бар. Ол таудың ішінде аң аулап жүр. Тоқтаса, соның садағы тоқтар дейді. Елдің атақты билері дүбінді шақыруға жолға шығады. Белгіге дүбінге анасы жүзігін беріп жібереді. Дүбін қарсыласады. Алайда анасының жүзігін көріп келіседі. Бірақ бір шарт қояды: мен жанды затқа мінбеймін, маған күйме керек дейді. Сонда ағаштан арба жасалынады. Ол арба қаңқа деп аталынады. Ағаштан арба жасаған кісіні қаңқалы деп атайды. Қаңқа Алтай елінің тілінде де арба деген мағынаны береді. Қаңқалы деген сөз бара-бара өзгеріп қаңлыға айналады. Мәнісі арбалы дегенді білдіреді. Дүбінбаян арбада келе жатып, қаңқалы арба жасаған шебердің аяғын мертігіп ақсаңдап келе жатқанын көреді. Арбаны жасаған шебер ғой деп оны аяп қасына отырғызады. Содан кейін ел арасында бүгінге дейін қаңлы елінде қан бар, кәделі елде қаңлы бар. Қан жоқ болса, қаңлыдан қан көтер. Арбаға қанмен бірге мінгенбіз деген мәтелдер қалған. Қаңлы елінен туысыңыз не құда жекжатыңыз немесе жиендеріңіз болса, осы видеомен бөлісуге болады. Видео сізге пайдалы болды деген үміттемін. Өз тарихымызды біліп жүрейік.